Анемесе сыйлық тапшыруының екінші бөлігіне өтсек, біз азыр ұлттық спорт түрлері бойынша мықты спортшыны анықтаймыз. Ал үшін бізге ұлттық спорт түрлері бойынша дирекцияның директоры Айбек Аджығолов жана қоғамдық телерадио беру корпорациясының КТРК спорт телеканалының баяндамашысы Бақтыгүл Момбекова жардамға қолсынсын. Sports Awards 2019. Қырғызстандың мықты спортчыларын сыйлау салтанаты. Талапкерлер, ұлттық спорт бойынша мықты спортчу. Бектурған Қожамуратов, Қырғыз күреш, Элдияр Сексенбаев, алыш, Чыңгыз Иманалиев, алысқа аралыққа ат чабыш. Конвертте шашпай алып шықсаңыз болады. Элдияр Сексенбаев, алыш. Алыш күреш ойынша Элдияр Сексенбаевты сахнаға шақырауыз. Жеңуші үшін болшаулар болсын. 39 ұпай менен Элдияр Сексенбаев ұлттық спорт түрлері ойынша мықты спортшы. Элдияр, сыйлық құт болсын. Элдиярдың қолын қармақ қойыншы. О, жақшы, жақшы. Бұл жаққа құттықтап, Элдиярдың жақын адамдары, жана көрермандар келіп жатқана қуаттап тұрауыз. Ова. Бақтыгүл Айбек мырза, сіздер дағы ортаға келсеңіздер. Сіздерге дағы сөз берелі. Қанаке, дағы бір жолы жеңүүчү мықты спортшы Элдияр Сексенбаев менен естелікке сүрет көтшөлі. Сыйлығы есім құттықтайыз. Келіңіз. Урматтуу спортчылар, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биз ошо ата-бабадан калган улуу мурасты, ата-бабабыз ойнап кеткен ойындарды өнүктүрөлү деп ушу өнүктүрүп урпактарга өткөзүп берели деген ниет менен жүрөбүз. Ушу биздин баатырларга дагы бир жолу кол чаап койсоңуздар, рахмат барыңыздарга. Спортчулар майрамыңыздар менен эмгекти баглаган Динара Орузбаевна сизге рахмат. Кыргызстан өнүгө берсин. Рахмат. Чоң рахмат. Биз ыраазычылык билдиребиз. Андемесе дагы бир жолу ұлттық спорт түрлері бойынша дирекцияның директоры Айбек Аджығолов, ошондой эле КТРК спорттун баяндамачысы Бактыгүл Момбекова болду.